Сәлем баршаларыңызға. Бүгін біз сіздермен өте дәмді болып шығатын чүпара дайындайтын боламыз. Алдымен маған тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ыдысымызға ұнымызды салып алатын боламыз, және де бір жұмыртқамызды салып, араластырып, суымызға тұз қосып, жақсылап араластырып, құя отырып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қатты немесе жұмсақ болмау керек. Қамырымыз еліп болғаннан кейін салафанға салып қоятын боламыз. 20 минутқа. Енді салмасын дайындап алатын боламыз. Фаршымызды ыдысымызға салып алып, пиязымызды тазалап, жуып, жылқы етіп турап алатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп жылқылап турап аламыз. Майда пияз алғандарыңыз дұрыс, әдемі шығатын болады. Пиязымыз турап болғаннан кейін дәміне қарай тұз, әртүрлі дәмдеуіштерді қоса бересіздер. Мен қара бұрыш, паприка қостым. Жақсылап қолымыздың көмегімен араластырамыз. Араластырып болдық. Дәміне қарай тұз саласыздар. Көріп тұрғандарыңыздай дайын фаршымыз. Енді қамырымызды жайып алатын боламыз. Осылай қолымыздың көмегімен жайып алатын боламыз, домалақ етіп. Қамырымызды жайып болғанымыздан кейін енді осылай кесіп алатын боламыз. Видеода көріп тұрғандай етіп кесіп аламыз. Енді қамырымызды кескен қамырымыздың үстінен осылай реттеп шығамыз, барлығын ұзынасына. Енді осылайдан төрт бұрышты етіп кесіп шығатын боламыз. Қамырымыздың бетін міндетті түрде жауып қоямыз. Болмаса қайысып қалатын болады. Бір-біріне жабыспай. Енді фаршымызды осылай қамырымызды ала отырып, ішіне салып, бүгетін боламыз видеодағыдай етіп. Көріп тұрғандарыңыздай барлығын осылай бүгіп шығатын боламыз. Өте әдемі әрі өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Қамырымызды қалың қылып жібермейміз. Жұқада болып кетпеу керек, орташа болу керек. Барлығын осылай видеодағыдай етіп бүгіп алатын боламыз. Морозильникке салып сақтап қойсаңыздар да болады, 3-4 күн алдын. Көріп тұрғандарыңыздай бәрін бүгіп алдым. Енді қазанымызға суымызды құйып, газға қоятын боламыз. Суымыз қайнағанша қызылымызды істеп аламыз. Подливамыз дайын.
Енді қазанымыз қайнады, көріп тұрғандарыңыздай. Енді түшпәрамызды салатын боламыз. Осылай қайнап тұрған суға түшпәрамызды салып алатын боламыз. Енді қақпағын жауып, қайнағанын күтеміз. Қайнап шықты. Енді бұны 5-10 минут қайнататын боламыз. Қалауына байланысты суға салып берсеңіздер де болады. Осылай сулы түшпәра жегісі келген адамдарға, немесе майлы қылып подливасын сүріп, осылай ұсынсаңыздар да болады. Егер рецептерім ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта әртүрлі рецептер шығаратын боламын. Менің каналымдан алыстамаңыздар. Алдағы уақытта қазан самса немесе қазанға тандырда піскен деп пісетін нан шығаратын боламын. Міндетті түрде менің арнамдан алыстамаңыздар. Рахмет назарларыңызға.